Баршаңызға сәлем. Шұқылайық арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон G2 Pro G250 Samsung G2 2018. Келген мәселесі мінекей телефон Google аккаунтқа түсіп қалған. Бұл телефонға байланысты видеолар негізінде бар бізде, бірақ уақыт өткен сайын, қазір бізде 2021 жыл. 2021 жыл. Яғни уақыт өткен сайын телефондарда Google аккаунтын ашу бұл Android жетілерде басқанда жолдарын жауып тастап жатыр, және жаңа жолдарын шығарып, жаңа жолдарын іздеп жатырмыз. Сондықтан сол жаңа қазіргі дәл осы таңда айтқанда февраль айы дейміз ба, қазір ақпан айында қол жетімді айтқанда тәсіл, способ, рабочий способ деп қояды. Қазір соны көрсететін боламыз. Клиенттер шағатып қалды. Мінекей телефонда Google аккаунтын қандай жолы бар, соны көрсетіп, сонымен ашу жолын көрсететін боламыз. Енді айтқанда жаңа тәсіл десек болады. Енді бұл тәсілді көрсетіп қойған YouTube-та біздердің алдымыз, енді соның қазақша инструкциясы бұл. Яғни біз талбек функциясын қосамыз, 3 рет басасыздар, дамой кнопкасын. Және жерде әйел кісі сөйлейді, жерде мынандай болып шығып кетеді. Руководство талбек, артқа бір рет қайта саласыздар, қайтпасаңыз болады. Одан кейін экранның бетіне үлкен L әрпін сызамыз. L настройка талбек бір рет басамыз, 2 рет тездетіп кез келген бір жерге бассаңыз, оған кіріп кетеді. Одан кейін талбекті өшіру үшін 2 рет тездетіп тағы шертеміз. Мінекей. Ең төменіне түсеміз де, ол жерде Spark Codef дегенге басамыз. Мына жерде ол функция Switch Access для Android дегенге кірмейді олар негізінде. Біз алдыңғы осыған басып, кейін тақырыбына бассақ, YouTube-қа кіріп кететін да. Мына жерде қазір кірем екен. Мынаны қараңыздар. Егер де интернетке кіріп кететін болса, автоматты түрде осылай шығып кетеді. Егер де олай шықпаса, мысалы мен қазір артқа қайтамыз мына жерден. Бұл жерде кіріп кетті, көрдіңіздер. Қараңыздар, ошибка деп тұр. Егер де мынаған басқаныңызда сіздерде обновить update YouTube деп сұрап қалса, егер бұнымен кірмейтін болып қалса, ол функция Switch Access дегенмен мына жерде Get Started with Voice Access деген болады. Осыған басасыздар. Егер бұл екінші жолы, бірінші жолмен кіріп кетсе, кірмесе, осы жолмен көресіздер. Одан кейін төменге түсемізде Change Google App Settings дегенге басасыздар. Одан кейін мына жерде бізде алдын местоположение location деген болады. Ол жоқ бізде. Енді біз бұл жерде біз общее дегенге басамыз. Алдын біз iOS дегенмен де кіретіміз. iOS-қа басып, осы жерден конфиденциальность, безопасность деген кіретіміз, онымен болмайтын болды. Одан кейін біз осы Android-тің өзінде жаңағына общий дегенге басасыздар да, ол жерде персональный данные сервис Google Play в результатах поиска дегенде басасыздар. Осыған басамыз. Одан кейін төменге түсеміз. Как управлять историей приложений веб поиска деген басамыз. Төменге тағы да түсе береміз. Мына жерде браузерлердің аттары шығады. Мына жерде қараңыздар. Это информация оказалась полезной, және мына жерде Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox. Бұл жерде біз Chrome деген таңдаймыз. Chrome. Төменге түсеміз. Как удалить данные со страницы мои действия дегенге басамыз. Төменге түсеміз де. Және мына жерде қарасаңыздар, хронология, Google карта деген бар. Барлығы көрінген шығар деген ойдамыз. Осыған басамыз. Және біз Google картаға кіріп кетеміз. Мына жерде пропуститті басамыз да. Мынандай деп шыққаныңызда жерге X басамыз да, және артқа бір рет қайтамыз. Және ол шықты. Жоғарғы сол жақта 3 сызыққа басасыздар. Запустить навигацию. Жерде окей. Жерде окей дейсаңыздар. Енді мына микрофонға басамыз да, ағылшын тілінде болса Open Google, орыс тілінде болса Открой Google деп айтасыздар. Келіңіздер байқап көреміз. Открой Google. Запуск приложения Google. Мына жерде закрыть. Поисқа. Настройка деп жазсаңыз да болады. Настройки. Яғни настройкаға кіріп кетуге болады. Егер сізде флешкада данныйларыңыз бар болса, мінекей. Клиенттер шалғытып қалды. Енді осы жерде my файлға флешкада заттарыңыз болса, шақпын орнатсаңыз да болады. Егер сізде жоқ деп не алатын есептейік, CH деп жазамыз, яғни Chrome. Немесе интернет браузер жаңағыдай. Продолжить, далее пропустить.
енді жоғары жаққа іздеуге Adrom және Adrom bypass деген таңдайсыздар. Bypass Google аккаунт 2021 деген таңдаймыз да. Және мына жерде X-ті басамыз. Бұл жерде бізге екі файл керек болады. Бұл жерде екі файл, ол біреуі FRP Adrom backup файл. Неге артқа қайтамыз да. Бұл жерде Adrom backup файл деген таңдаймыз. Далее разрешить, окей. Одан кейінгі бізге керек болатын. Кейіңіздер Quick Shortcut Maker. Бұл жерде окей деген таңдаймыз. Окей. Жерде открыть. Настройки. Неизвестный источник деген қосасыздар. Разрешить только это установка атқа. Енді жерде жоғары оң жаққа шүктеге басасылайық. Скачать на файлы. Бізде FRP Adrom әлі орнатылып, скачать етіліп болған жоқ. Және орнатылып, скачать етіліп 28 мегабайт. Осыған басамыз. Бірінші негіз осыны орнатып алыңыздар. Установить. Установка. Жерде 30 мегабайттық приложение, немесе файл. Жерде готово. Quick Shortcut Maker APK установить. Setting APK деген болса да болады. Жерде открыть таңдаймыз. Жерде 3 бөлік болады. Действие приложение избирать. Приложенияға басамыз да, жоғары жаққа введите количество деген жерге орыс тіліне ауыстырасыздар. Енді орыс тіліне тұрса тіл. Нас деп жазамыз. Настройкаға қояды. Настройкаға басамыз. Просмотреть. Және телефон настройкасына кірдік. Енді бұл жерде біз настройканың ішінде экран блокировки безопасности деген басамыз. Төменге түсеміз де. Другие параметры безопасность. Администратор устройства. Найти устройство алып тастаймыз. Выключить. Енді бұл жерде артқа қайтамыз да. Приложение кіресіздер. Приложение ішінде сервис Google Play. Мінекей сервис Google Play. Басамыз. Выключить. Остановить. Принудительно остановить. Бізден баса береміз. Өшкенге дейін. Онда өшкенге дейін. Артқа қайтамыз. Облако учетная запись. Тавайда учетная запись. Google. Енді жаққа өздеріңіздің қолданып жүрген білетін Google аккаунттарыңыз жазасыздар. Телефонда ескі емес, білетін. Окей, перейти, немесе далее. Енді жерге өздеріңіз паролдарын жазасыздар. Біз сіздің пароліңізді сіздерге көрсете алмаймыз. Пароль жазылды. Далее басасыздар. Принимаю. Артқа қайтамыз. Артқа приложение қайтып көреміз. Все приложения отключено. Сервис Google Play. Включить. Артқа қайтамыз да. Облако учетная запись. Және учетная записьқа кірсек, мына жерде Google'дың белгісі ауысты. Енді приложение ішінде жаңағы Bypass FRP Adrom деп өшіп тастай салсақ болады. Bypass FRP Adrom удалить. Ол өшті. Енді телефонда бір өшіріп қоссақ болады. Мінекей. Қазір қосылған соң жалғастырамыз. Міне телефон қосылды. Начать мына жерден. Далее басамыз. Принять все. Далее.
аккаунт добавлен. Далее. Көру керек. Жоқ, класстастар. Онда OTG переходник деген өте пайдалы зат. Енді мына жердің бәрінен пропустить, не сейчас, пропустить деп өтіп шығамыз, болды. Телефон ашылды, телефон настройка. Егер телефон өзіңіздікі болса, осылай қалдыра бересіз. Егер ол клиентке жазып жатқандықтан, клиентке біздің аккаунт керек емес. Сондықтан оны біз өшіріп тастаймыз. Жоғарғы оң жақта үш нүкте, удалить учетный, удалить учетный. Телефон жайлы мәлімет. Уровень безопасности бірінші октябрь 2019. G250. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға жазылыңыздар. Шұқылайық арнасында әрдайым қарап отырыңыз. Сау болыңыздар.